Сәлем балақай, бүгін біздер математика пәнінен 66-шы сабақ қосу және азайту деген тақырыпқа берілген есептерді шығаратын боламыз. Қане бірінші тапсырмаға қарайық. Суретке қара, әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бірінші пойызда 30 вагон, екінші пойызда 20 вагон. Бұл вагондардың санын білдіріп тұр. Екі пойызда барлығы қанша вагон екені белгісіз. Оны табу үшін біздер 30-ға 20-ны қосамыз. 30-ға 20-ны қосатын болсақ 50. Сонда екі пойызда барлығы 50 вагон бар. Келесі. Енді бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 20 қосылған 30 тең 50. Қосылғыштардың орнын ауысқанмен мәні өзгермейді. Келесі біздер бұл қосуды азайту арқылы тексереміз. Алдыңғы сабақта қосу және азайту өзара кері амалдар екендігін білдік. 50 азайту 20 тең 30-ға, 50 азайту 30 тең 20-ға. Келесі, астында есіңде сақта ереже берілген. Қосуды тексеру үшін қосындының мәнін қосылғыштардың біреуін азайту қажет. Сонда екінші қосылғыш шығады. Біздер қосуды азайту арқылы тексереміз. 30 қосылған 20 дейтін болсақ, мәні 50-ге тең. Бұл дұрыс па жоқ па білу үшін 50-ден 20-ны азайтамыз, 30 шығады, немесе 50-ден 30-ды азайтамыз, 20 шығады. Келесі, 50 азайту 20 тең 30-ға. Азайтуды тексеру үшін айырманың мәніне азайтқышты қосасың. 30-ға қосасың 20-ны, 50 шығады. Немесе 50-ден 30-ды, яғни айырманың мәнін азайтамыз, сол кезде азайтқыш шығады. Келесі, екінші тапсырма. Қосынды мен айырма құрастыр. Олардың мәнін тап, қалай тексеруге болатынын түсіндір. Бұл жерде қосу амалының компоненттері. Қосылғыш, қосындының мәні. Кәне, шығарып көрейік. 30 қосу 20 тең 50-ге. 10 қосу 50 тең 60-ға. Бұл жерде қосылғыш дегендіктен біздер қосып жатырмыз. 40 қосу 20 тең 60-ға. Бұны қалай тексеруге болады? Мысалға, 60 қосындының мәнінен қосылғыштың біреуін азайтамыз. 60 азайту 20 тең болады 40-ға. Немесе 60 азайту 40 тең 20-ға. Келесі, азайғыш азайтамыз. 100-ден азайтамыз 80-ді тең 20-ға. 70-ден азайтамыз 10-ды тең 60-ға. 80-ден азайтамыз 10-ды тең 70-ге. Енді бұны тексеру үшін біздер мысалға мына сандарды алып көрейік. Тексеру үшін біздер айырманың мәніне азайтқыштың біреуін қоссақ болады. Тең болады 80. Немесе мына азайғыштан айырманың мәнін азайтсақ болады. Келесі тапсырма. Бұл орынға тиісті сандарды ата. Бұл жердегі қандай сан тұратындығын білу үшін біздер қосындының мәнінен қосылғышты азайтамыз. Сонда 100-ден азайтамыз 40-ды тең 60-ға. Келесі 80-ден азайтамыз 50-ді тең 30-ға. Енді бұл жерде айырма. Біздер бұны табу үшін мына азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. 90-нан азайтамыз 10-ды тең 80-ге. Келесі бұл жердегі азайғышты табу үшін айырманың мәніне
азайтқышты қосамыз. 50 қосылған 40 тең 90. Келесі тапсырма. Вагонға әжесі, анасы мен немересі кірді. Олар 3 орынға қалай отыруы мүмкін? Әртүрлі нұсқаларын ұсын. Бұл жерде қызы, әжесі, анасы отыр. Немесе қызы, келесі анасы және әжесі отыруы мүмкін. Немесе анасы, әжесі, қыз отыруы мүмкін. Анасы, қызы, әжесі отыруы мүмкін. Келесі. Әжесі, қызы, анасы отыруы мүмкін, немесе әжесі, анасы, қызы отыруы мүмкін. Келесі тапсырма. Сен зерттеушісің. Саяхатшылар пойыздың терезесінен мынадай көріністерді көрді. Әр жағдайда сағат қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Бұл таңғы уақыт. Бұл жерде сағат неше болуы мүмкін? 5-тің шамасы болуы мүмкін. 6 немесе 7 болуы мүмкін. Біздер 6-ны белгілейік. Келесі, бұл күндізгі уақыт. Бұл күндізгі 10-ды, 11, 12-ні көрсету мүмкін. Біздер 10-ды белгілейік. Келесі, бұл кешкі уақыт. Бұл кешкі сағат 7, 8, 9-тардың шамасы болуы мүмкін. 8-ді белгілейік. Келесі, бұл түнгі уақыт. 10, 11, 12 болуы мүмкін. Біздер 11-ді белгілейік. Осы сияқты өзің қалаған сандарда қойсаң болады. Бүгінгі 66-шы сабақтың тапсырмалары аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.